Өткенде бір кісілер біздің мешітімізге келіп жатты біраз уақыт. Бір жағдайлармен да. Отбасыларында кішкене тірлік болған, үйлер жаңағы бұзылған, сондай жағдаймен жаңағы бір кісілер келіп мешітімізде болды. Сонда қарасаңшы, кешке барып солармен отырып сөйлесеміз ғой, тамақ ішеміз. Тамақ ішіп болғаннан кейін, мына ауылдың өзіміздің тұрғылықты бір үлкен кісісіне бата бер десең, мынандай бата қылады. Я Алла, жақсылық берші, береке берші, әйтеуір тыныштық бер, жаңағы ісімізге, кәсібімізге береке бер деген сияқты. Небір нәрселер айтып жатады. Ал енді анау үйінен айырылып келіп отқан анау отбасы бар ғой, солардың ішіндегі үлкеніне бата бер десеңше, мынау местный адамның берген батасын бермейді. Я Алла, отанымызға аман есен оралайықшы. Қарасаңшы, не сұрап жатыр? Бұл дұғаны біз бірақ жасамаймыз. Біз ол дұғаның қадірін де білмейміз. Өйткені біз өз отанымызда жатырмыз ғой. Қарасаңшы, я Алла, дұға, ана кісілер дұғада да. Алланы күніне, күндіз-түн еске алып жатыр да. Біріншіден, жігіттер, айтқым келетіні, ауырмай тұрып денсаулық сұрау керек. Кедейлік келмей тұрып байлық сұрау керек. Өлім келмей тұрып өмірдің берекесін сұрау керек. Баспанамыздан айырылып қалмай тұрып сол, Алла осы баспанамыздай тұрып бізге қайырлы ұзағынан сүйіндірші деген сияқты. Жалпы басымызға жамандық келмей тұрып жақсылықтарды Алладан сұрай беру. Бізде байқайсыздар ма, көп дұға қылған кезде біз басымызға іс түскен кезде дұға қыламыз ғой біз. Біріншісі, әрдайым Алладан жақсылық сұрап тұрайық. Екіншісі, қараңыз, басқа іс түсті ғой, адамдар Алланы еске алып ұмытпай жатыр да. Жігіттер, Алла тағала айтып жатыр ғой, фәзкуруни әзкуркум, мені естеріңе алыңдар, мен сендерді есіме алам. Сау кездерінде мені естеріңе алыңдар, бастарыңа іс түскен кезде мен сендерге жәрдем берем. Бізге Алла тағаланы еске алу үшін басымызға бәле келу керек қой. Ауырған кезде не деп айтамыз біз? Не бір ана 100 килолық, 130 килолық жігіттер мен деп жүреді ғой бүйтіп. Ауырған кезінде бүйтіп сүмірейіп бейшара болады да. Алла, 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 Алла деп. Я Алла. Сонда қараңыз, ағайындар. Жаңағы отбасы бірақ біздің мешітке келіп жатты да. Мен айтып жатырмын да, ағайындар, бұның да бір себебі бар шығар деймін да. Өйткені арамызда өмірінде мешіттің бетін көрмей кеткен адамдар бар да, бірақ Алла тағала келіп жатқызып қойды да мешітке. Көрмін мешіттің қандай екенін вообще. Мешітке баруға уақытым жоқ дейтіні бар еді арасында. Бірақ 4-5 күн жатты да мешітте. Алла тағала уақыт тауып берді да мешітте келіп жатуына. Алла тағала өзін есіне түсіртіп қойды да, қалай бірақ қиындықпен. Алла тағала бізді сау күнімізде еске алайық та жігіттер. Алланы сау күнде еске алайық. Мен айтқым келетін осы. Алла тағала өзін еске кез келген уақытта есіңізге түсірте алады. Басыңызға бәле беріп түсірте алады. Осы керек па сізге? Сізге Алла тағала бір кішкене ауру беріп қояды, жазылмайтын. Өміріңде жүресің Алла, 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 Алла деп ше. Сау күнімізде, Алланы еске алсай десең, 60-тан кейін, ертең, ар күні. Өткенде мына ауылымызда, елімізде жағдай болып жатыр ғой. Жарылыс болып. Сонда бір әйел айтып жатыр. Ана баласын іздеп таппай жүрген әйелше, бір баласы Сарағашта, бір баласы Пақтақорда, жан-жаққа шашырап кеткен да. Ана әйелгеше, жүрсеңші біздің үйге қонақ болып десеңші, құршар дейді да саған. Құрар, оған не берсең де алмайды оған. Оған біздің қазір мына бір дүние үшін өліп таласып жатып қой. Оған мына жерде тегін берсең алмайды да ол адам. Неге? Өйткені оның басында іс бар. Оған бар арманына баласын жинап алса болды да, басқа арман жоқ ода. Біздің, сізбен біздің армандап қазір жүрген нәрселерімізді ше, ол қыстырмайды да ол ше. Айтқым келетін сөз, жігіттер, бір-ақ ауыз сөз. Сау күніңде Алланы есіңе ал. Алла тағала солай істейді бір күні. Қаласа сені есіңе түсіртіп қояды, өзін Алланы еске түсіртіп қояды, басыңа бәле беріп. Осы бәле келмей тұрып, я Алла деп, өздігіңмен жайсай қолыңды, Құдай жайғызбай тұрғанында.